Али, жаңалықтан естідіңдер ма? Қайсысы? Президент айтты, бұдан кейін бірде-бір орысша қоспай кәдімгі тұнық, таза қазақша сөйлегендер басшылықта отырады деді ол. Қойыңызшы. Вообще орысша сөйлемеу керек, Вообще орысша сөйлемеу керек. Сіз өзіңіз қазір вообще деп тұрсыз ғой. Вообще болғанда қоспау керек та енді. Элементарный сөздерге де қосып болмайды. Өзің де айттың, элементарный деп. Көрдің бе? Әбден орысшаны қосып сөйлеп үйренеміз. Конечно, біз қазақша сөйлемейміз сосын. Конечно дедім, иә? Конечно дедіңіз ғой. Давайте былай жасайық. Давайте айтып көрдім, көрдің бе? Былай істейікші. Былай. Давай. Кім орысша қосып қойса сөздің арасына бар ғой, сол штраф төлейді. Штрафтың өзі орысша ғой, қазақшасы айтсаңызшы уже. Қазақшасы қандай штрафтың? Неужели емес, иә? Жоқ, штрафтың қазақшасы. Мен тауып аламыз оны, же? Жоқ, сонда вообще слишком орысша көп кетті. Осы қазақша. Жеңше есік алдында саңқып деген күшті, өз дейім өрен төсегім деген, Аман есен барып келдік. Аман есен барып келдік, Шымкентке. Дос бар, дұшпан бар. Жеңше осына қазір айтады, досыңнан гөрі дұшпаның көп заман болды ғой деп айтады. Енді сондай заман болды ғой. Қарасай, досыңның өзі дұшпанға айналып кеткен жоқ па қазір? Сатқындар көп. Бірақ елдер бар ғой, сол дұшпандарын жеп көріп атады ғой. Мен дұшпанымды вообще жеп көрмеймін. Көре алмайтындарды да жеп көрмеймін. Мен олардың есік алдында 3 машина тұрса екен деп тілеймін. 3 машина? Иә. Ой, мықтысың ғой сен. Қандай машина? 101, 102, 103, 104-ті де қосып берейінші. 4 машина тұрған тілеймін. Сенің әңгімең бір түрлі екен, Сен осы мен дұшпаныңдай көрмейсің ба? Жоқ, жеңше, мен өзімді қалай көремін, сіз солай көремін ғой. Мейлі онда. 4 машина тұрмасын есіктің алдында. Жеңше, сіз ағам қызғана бермейше, мен сізге бар ғой, мықты бір әдіс айтайыншы. Былай жасаңыз сіз. Ағам келген кезде өзіңіз әдемі боянып, әдемі болып киініп, үйді әдемілеп жинап тастап, ағам кірген кезде киімдерін үтіктеп, жуындырып, шайындырып шығарып салыңыз. Әдемі болып айтыңыз, ұрыспай. Бар басқа елге, сен бізге керек жоқсың деп айтыңыз. Сосын үйден шығады ғой, шыққаннан бүйтіп ары бері қарайды да, ойланады, нақ мен әйелімнің айтқан түсте көрдім дейді да, үйге кеп жата қалады. Күшті ғой, үйге кеп жата қалады. Шынымен ба? Иә. Үйге кірмей ары қарай кетіп қалса естен? Ой, мен білем ғой ағамды. Өліп қалса да сіздің айтқаныңыз істемейді, ол үйге кіреді қайттан. Мен онда кеттім мен. Не еді? Әсемдік салонына кеттім. Жеңше, қатты боянып алып, асыра сілтеп жібермеңіз. Тағы бір нәрсе білдіріп қоймасам болды енді. Жеңше, анау мен машинам болса, ақ машина ше, сатып жіберетін едім да, ол бензин көп жейді, квартира алып үйде жататын едім. Ой, не қыласың квартира алып? Одан да оны сат жерек те бар ғой, жер алып, үй салайық. Ой, үйді кім салады? Сен саласың, кім салады дейсің? Ой, мен саламаймын. Ой, айналайын, квартира деген қымбат, жер алып үй салсаң, қалған ақшасын құдалық шақырамыз. Ой, беріңізші ақша, нақ құдалыққа жараттыңыз, беріңізші ақша. Жоқ, бермеймін, үй саламын. Бесін сасақ та, беріңізші ақша. Бермеймін деймін, неменеге беріп? Бермеймін. Ей, анау кетті, жүр. Жеңше, мұнан алайықшы, трансформер дейді. Қандай бұл? Қараңыз. Қалай жеңше? Жынды ма? Енді сіз мұнаны қараңыз. Көрдіңіз ба жеңше? Диван болды, спальный болды, стул болды. Осыны аламыз жеңше. Ертең келіншегің артынан келеді ғой, не істейсің оны? Осы не сөз, не сөз? Олар қызын оқытса, өсірсе, жұмысқа кіргізіп берсе, еще маған дүниесін әкеп бере ма? Қызын берсе болды, жігіт емес пе? Өзім табам қалған дүниені. Вай, бай болғыр бар ғой. Сенің бар ғой, менің жанымда жүріп ақылың кіре бастады ше? Иә? Түк шіркін, ағаң да осындай ақылды болып кетсе дұрыс болар еді. Қарашы, мынау не мынау? Не істеп жатсыз, үй жақ шулатып, бәрін басыңызға өтеді. Ой, мына бір орамал. Былай тақсам, былай тақпайды, былай тақсам, былай жетпейді. Осы, по-моему, сенің үйіңдегі барғанда, әпшеңше, құдаша сол тақтау деймін. Не үшін біздің үйдегілер берсе де жақпайды сізге, бермесе де жақпайды? Жоқ, ондан қарсай, мына қарашы, жарасып тұр ма? Енді басың қисық бетің қисық болса, айна болып келеме деген бар емес па? Не дейді? Ол емес, шашы жалбырамай жүрсін деген ба үйдегілер енді. Ол да емес. Енді әдемі болып жүрсін деген ғой. Енді әдемі болып жүрсін десе, нормальный орамал сыйламай ма? Не мынау? Не? Айтшы. Әдемі ғой, әп-әдемі ғой. Әп-әдемі, ештеңкесі жоқ. Мынаны қара, жетпейді. Не істейін? Бір нормальный орамал әкеп берші бар. Ол қойыңызшы қазір, әкеп берсем тағы да ұнамайды ол сізге жақпай ғой. Жоқ, онда бүйті ақшасын бере сал. Ой, бәк қазір ақшасын берсем де аз беріп қойдың дейсіз. Осы бір түсінгенім сізге іштенке жақпайды ше. Мә, күшті екен үй жақтарыңыз. Күшті. Анау екінші этаж менің үйім, түсірмеші. Анау міне екінші этаж. Сосын мына бір екінші этаж түсірмеші. Жыным келеді, сол көршіме бар ғой.
бір мақтаншақ келіншек бар ғой ше, машинасын көрсетіп күніге жалғыз содан машина бар адам болса алтындарын тағып шығып кілемдерін қағады, күніге бар ғой, ұят емес пе? Менде де бар ғой мысалы, бізде де кілем бар, менде де алтын бар көрсетемін. Ұят қой. Қайсысы наида айтып тұрсыз ба, мына көк пердесі бар? Иә, сол көк перде, қара көк пердесінде сыртқа шығарып қойған ғой бір перде жалғыз сода бар адам ұқсап. Ол менің әпкем ғой. Мен сол кісінің үйіне қыдырып келдім ғой. Қойшы. Иә? Енді жақсы келіншек, енді обалы не керек? Бар болғасын көрсетеді. Адам дұрыс па? Жоқ болса несін көрсетеді? Дұрыс, жарқырап шығып, кілемдерін жарқырап тұрып қақсын. Иә. Бар болса мен де тақпаймын ба? Жоқ болғаннан кейін ғой. Адам өзінше болып, өзіндік орны бар, өзінше адам өзінше жүру керек. Дұрыс. Оны сөйтіп ойлай. Өзінше. Бізге ренжіп отырсың ба? Жоқ, ренжіп отырсың. Ренжіме, кеше Қарбаласпен ана банкі жабамыз, не етеміз деп ұмытып кеткенбіз ғой сен туған күніңді. Ойладым мен енді болмайтын адам несіне ренжиді? Жоқ, ай, ол ренжіме. Жеңгең саған күшті сыйлық дайындап қойыңыз. Егер әуре болдыңыз ба, жеңге? Жоқ, менің қайным үшін бәрі бар ғой. Ризамын саған ше. Рахмет, жеңге. Бақытты бол. Ашамыз. Қоя беріңіз. Жоқ, ашамыз, ашамыз. Көзің жом. Мақұл. Міне көзіңді жом. 1, 2, 3. Та-да-дам! Күшті ма? Не мынау? Не ана градусник, маска, парацетамол, аспирин, димедрол. Не мынау? Не істеймін мен? Қазіргі таңда ең қымбат сыйлық осы. Сенің сау болсын. Не болды, жеңше? Али, былай істейміз бар ғой. Ертеңнен бастап ағаңды қасыма алып, боянып, әдемі болып киініп алып, костюм кимен бүйтіп өзінше сондай посттар саламын. О, үйтпеңіз жеңше. Күйеуіңізді көрсетсеңіз ертең жазады елдің бәрі. Сенде ғана күйеу бар ма, нақ көрсетіп кеттің деп. Ал бетіңізді бояғаныңыз бар ғой. Немене 5 тонна бетіңе бояу жағылғансың, күйеу бар адам емессің ба, ұялмайсың ба, кімге ұнайын деп жүрсің дейді. Ал киініп алсаңыз, айтады ертең, адам өзі қиналып жатқанда неменеге мода көрсетіп жүрсің деп айтады. Жоқ, енді өздері ғой жазып жатқан, күйеуің көрсетпейсін дейді, киінбейсін дейді, соның бәрі істейін деген ғой. Жеңше, мен білем ғой, мен солардың арасында бар. Кім? Солардың арасында комментарий жазып отырам деген, оқып отырам деген ғой комментариялар. Онда мен вообще түспей қойшы. Жеңше, тоқсайшы. Ну, жақсы вариант. Құрметті оқырмандар, аямай жазыңыздаршы. Отырса опақ, тұрса сопақ қыз жеңіздер, жаза беріңіздер, неғып ондайсың, неғып сондайсыңдар. Жалғыз өзім түсіп жүрмеймін ба? Түн мұна таксида, я? Оттана! Ағам мағыр көз ашылыпты ғой. Дұрыс қылып. Ағам тұрмақ, маған ауа жетпей кетеді ғой үйде. Шыдаймай кетем. Не жасаған тамағыңыз тәтті емес. Тәтті деп алдап жейміз. Не кірді дұрыс жумайсыз. Не бала жағаға дұрыс қарамайсыз. Ағыр қуып шықты ма? Мен ешкім қуып шыққан жоқ негізі. Мен мынау ескі киімдерімді жаңа киімге ауыстырайын деп алтын адамға кетіп бара жатқам. Сен не дедің жаңа? Ештеңке, мен де ескі киімді алып шығып, алтын адамға жаңа киімге ауыстырып бола ма? Сен ескі киімдеріңді алып шықта бар ғой? Алтын адамға емес, алтын ауылыңа қайтасың, білдің бе? Мен тамақ істемейткен ғой, саған ойнап